Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай қытырлақ самсаны бірге жасайық. Онды електен өткіземіз. Суды қосайық. Тұз, сұйық май жақсылап араластырып, қолмен қамырды елейік. 20 минутқа тоңдырып қоямыз. Қамырды жайып, ерітілген сары майды жағып шығайық. Сосын оны ораймыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды жасаймыз. Ет тартпамызға картопияны төртпіштеп тураймыз. Биязды өткіштен өткізіп, сұйық май татымына қарай бұрыш, тұзды қосып, жақсылап араластырып, қамырымыз дайын, бірдей бөліктерге бөліп, бұл қамырдың ерекше жайылуы ұнмен емес, сумен, суға 1 рет малып жаятын боламыз. Ең оңай тәсіл қамырды осылай біріктіріп қоя саламыз. Тез әрі оңай. Қамырды осылай бір-біріне біріктіріп, үстінен кішкене басын қырап, самсаларды жасап шығамыз. Самсалардың 2 түрлі ғып үстін жағып шықтым. Біріншісі өсімдік маймен, екіншісін жұмыртқамен. Қызып тұрған пешке 200 градуста 30 минутқа саламыз. Ал самсаларымыз дайын, өте ерекше, ең оңай тәсіл, дәмі деген керемет, өте қытырлақ болып шығады. Видео сізге ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз.